Жарқыраған қарбыз 3 бөлім. Сабақ үстінде ойға беріліп кеткен, сабақты тыңдамай отырған әжесімен бірге тұратын баланың ұстазымен бірге жанжалдасып қалғанын көреміз. Ұстазы оның бетіне бір шапалақ беріп, бала болса оған ренжіп, класстан шығып кетеді. Әрі қарай досымен бірге серуендеп бір жаққа кетіп бара жатқанын көреміз. Содан кітапханада кітап оқып тұрған сәтте бір қыз кітап таңдап тұрған уақытта кітаптар оның үстіне құлап кетіп, оны жүгіріп барып құтқарып қалған Халичанды көреміз. Ол қыз суретші қыз еді. Әрі қарай Халичаның далада жүгіріп кетіп бара жатқанын көрсетеді. Содан Халича мен әдемі қыздың сөйлесіп тұрған уақытын көрсетеді, және де оны суретші қыз да бақылап тұрған еді. Бұл уақытта Халичан мен әдемі қыз екеуі бәстелесіп тұрғандығын, себебі Халичан оған өзінің жақсы көретіндігін және де барлық затқа дайын екендігін айтады. Ал қыз болса оған шарт қояды, яғни бір ай ішінде топ құрасың және де мен қалаған әнді айтатын боласыңдар дейді. Олардың сөйлесіп тұрғанын суретші қыз де көреді. Әрі қарай жүргізушісі қызды алып кетіп, машинада неліктен келсін деп сұрайды. Сол уақытта ол шартты орындау оңай емес деп қыз күледі, ал жүргізуші айтады: ғашық жан қолынан келгеннің бәрін жасайды деп қызды таңғалдырады. Осылайша Халичан өзінің досымен план құра бастайды. Осылай досы топтың мүшелерін тауып қояды. Сонымен оны Халичанға көрсетіп таныстырады. Әрі қарай топтағылар өнеріңді көрсет дейді. Сол уақытта Халичан гитараны алып, гитарамен кішкене ойнайды да бар білгенім осы дейді. Сосын топтағылар қарсы шығады: сен неге бізді алдадың? Сен гитарамен ойнауды білмейсің, ән айтпайсың, топ толық емес, қалай біз бастаймыз деп жанжал шығарады. Содан Халичан топқа гитарист іздеу мақсатында өзінің досына жүгінеді. Ол өзінің керемет гитаристпен таныс екендігін айтып, оған қазір қоңырау шаламын деп алдап басқа біреуге қоңырау шалады, және де сөйлескендей болып оның қалада еместігін, тауға шығып кеткендігін айтады. Содан не істейміз деп отқанда досы интернеттегі чаттан оны тауып, оған SMS жазады, яғни тегін тамақ пен үйді қамтамасыз етеміз деп жазады. Оны көрген гитарист бірден келісімін беріп, таңға жақын ұйықтап жатқан Халичанға хабарласып, ертеңіне кездесу уақытын белгілейді. Сонымен ертеңгі күнді оның газет ұстап келе жатқандығын көрсетеді. Әрі қарай ол гитарист жігіттің іші ауырып қалып, туалет іздеп жүгіріп кеткен уақытта осы кезеңге түсіп қалған Ингелмен соқтығысып қалады, және де қолындағы газеті түсіп қалып жүгіріп кете барады. Оны көрген Ингел газетті қайтармақшы болғанмен үлгермей өзі ашып қарайды. Сол жерде оның 1995 жылға түсіп қалғанын көреміз. Ал Халичан мен оның досы оны осы гитарист шығар деп ойлап келіп, онымен амандаса бастайды. Мен топ басшысы Халичанмын дегені сол еді. Ингел оған қарап әке деп жабысады. Оған түсінбей қалған Халичан мен оның досы одан қашып кете барады. Ал бірақ Ингел арттарынан қуып жетеді, және де ол оларға сендердің іздеп жүрген гитаристерің менмін, иә деп өтірік айтып оларды сендіреді. Содан әрі қарай үшеуі әңгімелесіп, Ингелді өздерінің топтарына алып барып таныстырмақшы болып, бірге автобусқа отырмақшы болады. Сол сәтте Ингелдің ақшасы жоқтығын көріп, Халичан өзінің оқушыларға арналған билетін беріп, бірге автобусқа отырады да әрі қарай кете барады. Әрі қарай автобуста Ингел әкесінен көзін алмай отырады. Оның таңқалып отырған себебі әкесі сөйлей алады. Ал әкесі мен оның досы керісінше ыңғайсызданып отырады. Себебі Ингел әкесінен көз алмай отқан еді. Әкесі сонда айтады: мынау өзі біртүрлі екен ғой, қандай гитарист деп. Сонан соң сұрайды: сен неге бұлай қарап отырсың деп. Сіз әдемі екенсіз дейді. Осылай олар топқа барып Ингелді таныстырады. Міне мен атақты гитаристті тауып алып келдім деп әкесі мақтанады. Оған қараған топтың жігіттері: не деп тұрсың, мынаны айтып тұрсың ба сол атақты гитарист деп, бұл дегенің алаяқ қой нағыз. Мен ол атақты гитаристті танимын, оның концертіне барғанмын, көргенмін, мені алдаушы болма дейді. Оның үстіне бір қызға бола топ ашқаның жарамады дейді. Ал әкесі болса Ингелге қарап: бұл рас па дейді. Өкінішке орай рас деп, Ингел ұялғаннан жерге қарап тұрады. Ал топтағы балалар болса оларды ұрып соғып кетеді, себебі олар алданған еді. Әкесінің басқа қызға ғашық болып, соған арнап топ ашатынын естіген Ингел одан сайын жынданып әкесіне қарай жабыла бастайды. Ал әкесі болса: сен алаяқсың, мені алдадың деп оны кінәлап, екеуі әрі қарай төбелесе бастайды. Сол уақытта суретші қыз өзі жалғыз өзі сурет қарап отырған болатын. Оның қасына әдемі қыз кіріп келеді. Қыздың берген футболкасын өзіне қайтарып береді, және де рахметін айтып параққа жазып қояды. Сонан соң қызға келіп: сен көріп отырған сурет маған да ұнайды дейді. Және де сен неге құлаққап тағасың, сен естіпейсің ғой деп байқаусызда әдемі қыз айтып қалады. Сол уақытта суретші қыз оған құлаққаптың бір
бөлігін беріп тыңдатқызады. Ол жерде музыка ойнап тұрған еді, және де қыз өзінің қолымен сол музыкалық дыбыстарды сала бастайды. Сонан соң әдемі қыз таң қалады. Сен естесің ғой, кішкене болсын естеді екенсің ғой. Саған қандай топ ұнайды деп жазып сұрақ қояды. Ал суретші қыз болса, ал саған әлгі жігіт ұнай ма деп сұрақ қояды. Сосын қыз түсінбей қандай жігіт деп айтады. Содан суретші қыз Халичаның суретін салып көрсетеді. Оны көрген әдемі қыз жоқ деп жауап береді. Бірақ ол көңілді жігіт деп қағазға жауап қатқан уақытта класстас қызы «Ей, Юнчина!» деп айқайлап кіріп келеді. Юнчина бұл суретші қыздың аты еді. Ол естпегендіктен қарамайды. Сосын оны түсінген класстас қызы келіп қағазға жазып береді. Оны сынып жетекшісі шақырған еді. Себебі мұндағы Мина деген қыз оның суретін көшіріп салды деп суретші апайы айтып жеткізген болатын. Сынып жетекшісі Минадан бұл рас па деп сұрайды. Қыз болса жоқ, мен өзім салдым деп айтады. Оған сынып жетекшісі сенбейді. Сен Чонадан көшіріп алғансың, бұл дұрыс емес. Қане енді ешқандай конкурсқа қатыспайсың, суретіңді алып кет дейді. Жынданып суретін алып кеткен Мина өзінің орнына барып қасындағы құрбыларына өз ашуын айтып жеткізеді. Сол уақытта Чона кіріп келеді. Ол өзінің суретін басқа біреудің көшіріп салғанынан бейхабар еді. Сондықтан ол өз суретіне қарап жынданып тұрған уақытта жаңағы Мина деген қыз, ол директордың қызы ғой, қалаған жұмысын жасайды деп жамандап тұрғанын есіткендей болғандай өз салған суретті тілімдеп тастайды. Оны көрген қыздар таңғалады. Не істеп жатыр бұл? Ақыл есінен адасқан ба дегендей. Сонан соң Чона тұрып келіп Минаның салған суретіне қарайды дағыны, оны да тілімдеп тастайды. Оған жыны келген Мина Чонаның шашынан тартып, екеуі сол уақытта төбелесе бастайды. Бір-бірінің шашын жұлысып, төбелесіп жатқанда қасындағы қыздар оларды ажырата бастайды. Осы уақытта Ингөл не істерін білмей басы қатып кітапханаға барады. Себебі ол жерде бұрында Viva Music дүкені тұрған еді. Ол соның ішінде мүмкін бірдеңе бар шығар деп кіріп көреді. Сосын сатушыдан сұрайды: осы жерде бұрында Viva Music дүкені болды ма деп. Сосын сатушы айтады: жоқ, мен бұл жерде 10 жылдан бері істеп жатырмын, ондай дүкенді білмедім, естіпедім, көрмедім дейді. Әрі қарай Ингөл демек бұл жерде бір сыр бар, мүмкін есіктен шығар деп есікті қайтып ары қарай ашып көреді. Шықса ештеңе өзгермейді, бәрі сол қалпында. Содан амалсыздан Ингөл жылай бастайды, не істерін білмей. Бір уақытта есіне түседі. Дүкен сатушысы оған билет берген еді, жоғалтпа деп. Ол сөмкесін ақтарып қарайды. Қарап, сосын La Vida Music деген телефон магазинін тауып алады дағыны, қуаныштан жүгіріп барып телефон будкасына барып, біреудің қалған минутын пайдаланып жаңағы музыкалық дүкенге қоңырау шалады. Бірақ ондай номер тіркелмегендігін естіген Ингөл шарасыз жылап қалады. Қарны ашқан Ингөл токпокке алып жемекші болады. Сосын ақшаларға қарайды. Ол жерде басқа ақшалар. Сатушыдан сұрайды: сіз 5 мыңдықтарды қабылдайсыз ба деп. Ол айтады: не деп тұрсыз, қандай 5 мыңдық? Сосын Ингөл түсінеді, ол ақшалар әлі бұл уақытта шықпағандығын. Сосын амалсыз енді не істеймін, қарным аш деп ойланып отырады. Ал бұл уақытта Халичан үйіне оралып, әжесіне қонақтың келмейтіндігін айтады. Әжесі түсінбейді. Неге, сен жақсы бала келеді, сабақ үйретеді деп жатыр едің ғой, неге келмейтін болды дейді. Ол айтады: мен алаяқты кездестірдім деп. Сонда әжесі айтады: сен бұл жерде оның ешкімі жоқ деп жатыр едің ғой, неге оны тастап кеттің? Ең болмағанда тамақ ішіп кетпеді ме, үйге шақырмадың ба, менің саған берген тәрбием осы ма дейді. Сосын Халичан кешірім сұрапты, шынымен де ол қарны аш жүр ме екен деп ойланады. Ал бұл уақытта Ингөл 91 жылғы тиындарды тауып алып, өзіне тамақ алып ішіп отырған еді, және де анасын еске алып отырған еді. Анашым, қайдасың, сенің тамағыңды сағындым деп. Сол уақытта есіне түседі: мен бұл кезеңде жүрсем, демек анашым да осы жерде болу керек деп. Бірақ оны қалай табамын деп ойлайды. Себебі кішкентай кезінде Ингөл анасынан: сенің туыстарыңмен түскен фотоң жоқ қой деп сұрағанда, туыстарым менің жоқ, мен жетімдер сияқты өскемін деп жауап берген еді. Бұны ойланып қалған Ингөл: демек анамды табу қиынға соғады деп үйсіздердің жиналатын жеріне барып, сол жерде жатып түнделетіп ұйықтайды. Қоңырау шалынған дыбысты естіген Ингөл оянып кетеді, және де қоңыраудың дыбысы қайдан шығып жатыр деп жүгіріп іздеп барады. Ол қоңыраудың қызыл бутиктен шығып тұрғанын көріп, жүгіріп телефонды алады. Ал оған оны осында жіберген дүкен сатушысы қоңырау шалып тұрған еді. қалайсың, қалың қалай дейді. Сонда Ингөл жынданып: неге мені мұнда жібердің, мені кері қайтар деп
шынданып ұрсады. Сол уақытта сен өзің қайту жолын өзің табуың керек деп телефон тұтқасын қойып қояды. Содан таң атып Ингель түс көріп жатқандай оянып кетеді және де не істеймін енді деп жылайды. Ал бұл уақытта Халича мен оның досы чатта алаяқтар маған кездесті деп жаңағы атақты гитаристің жазған хабарламасын оқып, қалай бұлай болды деп олар бұл жерде мазасызданады. Бұны маған ұнайтын қыз білмеу керек, немесе ол бас тартады. Ол білмей жатқанда маған тезірек топ құрып, тезірек гитарист тауып дайындалуым керекпін дейді. Досына айтады, сен бір нәрсе ойлап тап, мен саған сендім деп жүгіріп кетіп қалады. Содан ол мектептің алдында Ингельді кездестіреді. Ингель болса, топтарыңа алыңдаршы, мен гитарада жақсы ойнаймын, мен ұзақ болмаймын, жақында кетемін. Оның үстіне сендерде тамақ пен үй тегін беріледі екен, мен болайыншы сол кісінің орнына деп айтады. Ал әкесі болса, жоқ, сен не деп тұрсың? Кет әрі, сен алаяқсың дейді. Ал Ингель оның артынан қуады. Әкесі болса, Ингельден құтылу үшін қашып кетеді. Әдемі қыз Сеген мен оның құрбысы бірге келе жатады. Сол уақытта оның шақыру билетін бар екенін құрбысы көріп, маған ба деп ойлап қалады. Сосын қыз жоқ деп алып кетеді. Ол негізі оны суретші қызға сыйлыққа бермекші болып, классқа барса, Чона орнында болмай шығады. Сосын ол барып, оның дәптерлерінің арасына жаңағы билетті тастап кетеді. Ал Чона болса, өз шкафында тілімделген футболканы көреді. Оны әрине Мина жасаған еді. Содан Личан Ингельден қашып мына мектепке келеді. Бұл жерде жаңағы әдемі қыз оқитын еді. Және тек сол мектеп оқушыларына ғана кіруге рұқсат берілген еді. Сол жерде бұның бір дос баласы оқитын болып шығады. Ол бұл жерде не істеп жатсың деп сұрағанда, Личан келіп, давай киімімізді ауыстырайық деп екеуі киімін ауыстырып әрі қарай мектепке кіріп кетеді. Ал Ингель болса артта қалып қояды, себебі оны кіргізбейтін еді. Личанға байқаусызда баскетболдың добы келіп түседі. Ол кері қайтарайын деп тұрғанда, оны көріп, сол жердегі оқушы балалар оны танып қояды дағын артынан жүгіріп қуып кетеді. Ал Личан болса қашады, себебі олардың мектептерінде басқа бөтен оқушы жүргенін көріп, артынан қуып шығармақшы болады. Бірақ Личан барып тығылып қалады. Ал тығылған жерінде жаңағы суретші қызды кездестіреді. Ол да бұл жерде отырған еді. Оны көріп байқаусызда айқайлап жібереді. Ал қыз болса, ештеңе айта алмай бақырайып қарап тұрған уақытта Личан оның аузын жауып, үндемей тыныш дейді. Ал бұл уақытта Ингель мектеп алдында кетіп бара жатқан Сүйгенді көріп, аузын ашып қарап қалады. Және де оған тәте, бұл сіз бе деп айтады. Ал Личан қызға өтінем, тыныш, өлер алдында жақсылығымды қайтарам деп сөз беремін дейді. Ал әдемі қыз болса, Ингельдің тәте деп айтқанына, мені тәте дедің бе деп таңқалып қалады. Ал Ингель болса, сізді мұнда кездестіремін деп ойлаған жоқпын деп бір-біріне қарап қалады. Осылай 3-ші бөлім соңы аяқталады. Каналға тіркеліп лайк басуды ұмытпаңыздар. Назарларыңызға рахмет.